Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге Дримлига қазақша. Бүгін біз Реал Мадрид клубымен, Барселонаның, Реал Мадридтің Барселонадан өшін алатын боламыз. Соңғы кубокта болған ойында 3-1 болып жеңіліп қалды Реал Мадрид. Сөйтіп Барселона кубоктың иегері болған, Испания кубогын. Енді соны қайтаратын боламыз біз. Бізде мен Барселонаның составы дәл сол ойында состав төсекте болады. Арасында ойыншылар болмаса, дәл сол состав. Мен де енді өзім клубым. Енді бұған қанша гол салады екенбіз. Бірінші болып кетті міне. Ой. Сәл қалды. Холланд. Ой, Мбаппе гол. Реалдың болашақ ойыншысы десек те болады Мбаппені. Енді Реал Мадридтің фандары болса, лайк басып отырыңдар. Енді осы Дримлиганың фандары болса, лайк басып үшін толтырсыңдаршы лайкты. Енді бізде бірінші гол соғылды. Енді Барселона жауап қайтара алады ма екен. Бізде Кундеден Мбаппе доп тартып алып кетті. Бұл жерде Альба қайттан. Барселона ойыншылар доптан айырылмады, бірақ бізде Ван Дайк, Мбаппеге Де Брюйне пас асырды. Мбаппе бұл жерде келатыр. Ой, қисықтеу болды. Бізде Тер Штеген допты ойынға қосатын. Гарсия Кундеге доп басады. Мбаппе Кундеден тартып кеткен болатын. Бізде соққы жасалып қойды. Бұл жерде енді Салахпен бұрыштама көтереміз. Бұрыштамадан Ван Дайк әрине гол соғады. Гол бізде. Енді бізге 3 голдан көп соқсақ та болды, жетеді. Бірақ барынша енді Барселонаны ұтатын боламыз. Қазір бізде Де Брюйне пас асырды. Бізде атака жүріп жатыр, ойын жүріп жатыр. Бізде Араухо Винисиустың кешегі ойында жолын жауып болған ойыншы. Бізде доп кімде? Әрине қақпада уже. Бұл жерде Килиан Мбаппе уже хэт-трик жасады ойдың. Хэт-трик болып қалды негізі. Гавиден доп тартып алған болатын, бірақ қайттан Фернандеш ойынға қосқан. Бізде бірақ Реал Мадрид ойыншылар бәрі тартып алып кетіп жатыр. Прессинг өте жоғары. Рюдигер алдыға асырды. Қақпаға бере салды қайтарып. Енді допты қақпадан ойынға қосады. Ойыннан Тер Штеген Гарсияға берді. Гарсия Араухоға. Бізде ойын әдемі жүріп жатыр. Ой. Араухо өте мықты орталық қорғаушы. Орталық емес, өткенде оң қапталда да өте керемет ойнады. Енді Винисиустың алдын жауып. Бұл жерде бізде бірінші тайм Хакими міне Реал Мадридтің түлегі. Қазіргі таңда міне дегенше бізде бірінші тайм аяқталып, екінші тайм басталуға жақын. Бізде статистикаға келетін болсақ, Реал Мадрид клубында 6 соққы жасалған, оның 4-еуі дәл бағытталған. Бір бұрыштама 88% дәл пас жасалыпты. Енді бізде Мбаппеде дубль, Ван Дайк 1 гол салған. Өте керемет нәтиже болып жатыр енді бізде. Бұл жерден Барселона жақсы бастады ойынды, бірақ Реал Мадридтің аты Реал Мадрид. Міне Балде, Барселонаның жас ойыншысы. Кунде. Ой, доп тартып алып кетті. Бізде Холланд бар. Холландта Реал Мадридке ауысып қалуы мүмкін деген сыбыстар шыққан болатын. Енді Реал Мадридке ауысу әр футболшының арман десек те болады. Енді бізде лайк басып отырайық. Енді
Бізде телеграм группа бар. Қазақ тілді телеграм группамыз бар. Осы Dream League жайында осыны айтып отқанда тағы бір гол бізде Холланд гол авторы. Және де біздің TikTok каналға да тіркеліп қоямыз. TikTok каналда енді 1000 подписчиктен асып бізде стрим ашылған болатын. Енді стрим өткен жасалды, бізде өте керемет нәтиже жасалды. 500-ден аса адам кірді стримге. Енді өте керемет нәтиже, 20 000 лайк жиналды. Енді бізде шабуылда Реал Мадрид еді, бірақ доп тартып алып кетті. Енді бізде Гарсия Бальдеге берді, Бальде алдыға қарай келе жатыр. Өте жүйрік ойыншы. Түк бізде енді Реал Мадридтің ойыншылар көп емес бізде. Бірақ енді қазір Куртуа қазіргі таңдағы ең үздік қақпашылардың бірі. Бұл жерде Рюдигер келе жатқан. Рюдигермен бір соққы жасап көрсек. Соққысы әлсіз. Бізде соққы әлсіз болды. Бізде Тер Штеген ойынға қосты бізде. Барселона ойыншысынан кетіп қалды. Бізде Барселона ауысым жасап жатыр. Бізде ауысым қарап көрсек, бұл жерде кім бар? Бізге қосудың да қажет жоқ сияқты ойынға. Бізде ойыншылар өте керемет. Бізде Де Брюйне соққы жасай ала ма екен? Қақпашының қолына ерте доп барды. Бізде лайк басып жасаңдар, енді өте керемет ойын болып жатыр бізде. Бізде доп Бальдені көрген шығарсыңдар, Реал Классико көргендер болса, қалай ойнайтын. Бізде 1 минут қосылды, 1 минут. Доп лақтырғанша бітеді енді. Міне. Ойын аяқталды. 4-0 Барселона Реал Мадрид. Енді ойынның үздік ойыншысы болашақ Реал ойыншысы Мбаппе. Міне 9 соққы жасадық, 6-ы дәл бағытталған. Бір бұрыштама. Енді ешқандай ереже бұзылмады бұл ойында, ешқандай офсайд болмады. Өте керемет ойын. Енді Барселона фандар болса да енді ренжімейміз бұл ойын. Главный шын өмірде Барселона Реал Мадридті жеді. Нүкте. Енді осымен видео аяқталды. Бізде сендермен бірге болған Dream League қазақша. Енді біздің аккаунттарға тіркеліп ойындар, басқа да аккаунт міндетті түрде төменде описаниеде болатын болады. Давайте сау болыңдар.